Ишгалчылар ФСБ тарафından öldürülген Наби Рахимовның жесетini дефин etmek için hala da бермей. Кырымдаки Русияның таққат комитетінің бөлігі мерхумның Омар арқадашы Сахиба Бурханованың адвокаты берген сұрабына таққат экспертизасы hala da devam etmekte деп жауап берген. Бұны Кырым бірдемлігі хабар еті. Санки дерсін экспертиза бір ай яда ondan ziyade devam etebilir. Evvel, işgalcilerinin taqqiqat komiteti Рахимовның жесетini bir kaç gün içinde qaytarmağa ишандырған еді. Ама Қурантанын танышлары айтқанына көре, оны өлдірместен evvel азапларға уғратқанларыны гізлемек үшін жесетini hala da қайтармайлар. Если тело дадут, это все будет видно, что с ним сделали. Оказывали он сопротивление, или же его над ним, грубо говоря, принимали насильственные действия, применяли. Только в этом я вижу причину. А так, если бы они только застрелили бы его, их версия как бы готова, они будут хоронить своего, сказали бы. А так на теле много есть свидетельств их деятельности. Русияда қачақ статусы олған Өзбекистан ватандашы Наби Рахимовны ФСБ хадимлері майысының 11-інде Ахмеджи живарындаки Дубки қасабасында яшаған евде санкедерсін қаршылық көстергені үшін атып өлдірді. Ишгалчылар махкемесі Омар арқадашы Сахиба Бурханованы Өзбекистанға сүргін етмек қарарыны шығарды. Екі чағына етмеген баласыны ишгалчылар hala da қыдырмақта. Тапсалар оларны бала евіне ерлештірежеклер.